былай қысқаша бүйтіп айтып кетейін, иә, өзім бэкграундымды. Есімім Алишер, ЖЖ-10 түлегіненмін. Съемка саласында жүргеніме уже 5-6 жылдай болды. Өзімді қазір режиссер позициясында санаймын. Коммерческий роликтардың режиссер ол тек қана кино жағында емес, егер білсеңіздер, коммерческий жағынан да бар, клип, сниппет, әртүрлі жақтардан бар. Және режиссер өзінің блогында да бар, негізі, разница жоқ. Және де осы салада мен бір док-фильм түсірдім, сериалда қатыстым, және де өзім көптеген коммерческий роликтарды, негізі кейстарды көрсетпеймін сіздерге, ол қатты керек емес сіздерге. Бүгін мен сіздерге AI бойынша айтамын. TikTok'та көрген шығарсыздар, мен роликтарым или Instagram'да жасап жатқан примерно. И осындай заманда AI-ді үйрену керек болып жатыр, өйткені басқа адамдар үйренеді, олар сенен жақсы ұсыну мүмкін, сол үшін сен заманға сай жүруің керек боласың. Сол үшін мен қалай бүйтіп бастап кетсе болады деп көрсетемін. Бірден айтам, өздеріңе керектерін алып алыңдар, керек еместерін сұрасыңдар, пайдалы болған заттарды аласыңдар да. Мүмкін біреуге табыс жағынан бастап кетуге де мүмкіндік деп айтса болады. Былай тез көрсетемін, возможностьтар, мүмкіндіктерді. И мен келесі. Мына мен просто ағылшынша презентация жасадым, өйткені мен TikTok'қа салған кезде маған Хиксвилдтан, Мароккодан біреулер жазды, ағылшынша обучение жасайсың ба деп, соны жасап жатқанмын ғой. Түсінесіздер ғой, ағылшынға сөздер ғой, по-любому. Біріншісі, бұл жақта екіге бөлінеді да. How to think like creator, not just a prompt user. Prompt engineer деген бар, және креатор. Креатор — это сен басындағы идея болады, сол идеяны іске асырасың. Оны AI-ды возможность емес, инструмент қана қолданасың, как камера сияқты. Ал prompt engineer деген ол қалай промптты дұрыс жазу керек туралы айтылады. В основном осы и құралдармен қолданамын. Біріншісі ChatGPT, барлықтарыңыз білесіздер, Gemini, Claude қазір өте әйгілі, потому что мысалы любой салада да, PR болсын, HR болсын, маркетинг, сіздер қазір Claude'ты қолдансаңыздар болады. Claude более Instagramға немесе TikTokқа күшті сценарийлар жазып бере алады, автоматизировать етіп алады, және сіздердің сайттарыңызды жасап бере алады. Бұлай бір кликпен да, просто ChatGPT-дан қарағанда. Неге популярный? Өйткені ChatGPT США-да Трампмен бірге қол ұстасып та государствомен жұмыс істейтін болды, бірақ Anthropic отказ берді. Anthropic сол Claude шығарған компанияға. Хиксвилд, онымен видео жасайтын искусственный интеллект, Клинк IA және Seedance, соның барлығы Хиксвилдтың ішінде бар. Сіз сыртқа бүйтіп қарап емес, бірақ сайт қана Хиксвилдтың ішінде барлығы бар. Қазір мен сіздерге еще практика жүзінде көрсетемін. Бұлай мен бұлай теория ретінде тез айтып кетемін. Сосын ең басында видео құрмай тұрып, бәрібір де біз сурет құрамыз, ол кадрларды. Сол үшін біз Nano Banana қолданамыз, ол Gemini'дің ішінде бар. Сосын соңында монтаж жасауға ең оңай тәсіл ол CapCut. CapCut'тың да көптеген мүмкіндіктері бар. Идеяны қайдан аламыз? В основном ең күшті құрал қазір соңғы рет қолданып жүрген, тек қана соны одан Pinterest. Pinterest'та әртүрлі идея креативтер сіздің қалауыңыз бойынша шығарып береді. Бірақ менде в основном кадрлар және қазақша ою өрнектермен қандай да бір кадрлар қазір көрсетем. Vimeo-дан алсаңыздар болады. Vimeo деген ол платформа. Адамдар өздерінің мысалы YouTube-қа шықпайтын видеороликтарын салуы мүмкін, рекламаға түсірген креативтерін түсіргенде. Frameset ол кинолардың, клиптердің кадрлары отдельный, тоже қаз көрсетем. Және Айкенде ол эффектілердің кадрлары. Қазір барлығын көрсетіп шығам, мен практика ретінде, сол үшін ажаққа отырам, просто қарап отырасыздар ғой. Басында біз Хиксвилдтың сайтына кірдік. Хиксвилдта в основном көріп тұрғандарыңыздай, қазір Seedance 2.0 деген шықты. Ол киношный кадрлар жасаудың ең мықты түрі қазір AI-дағы. В основном обычный суреттерді қайдан аламын да, қалай жасаймын. Image деген кіреміз, create image. Осы жерде мысалы жасаған галереяны сұрады бірден. Мысалы мен мына суретке кірем. Бұны қасындағы оң жақта промпт тұрады, сразу солай істеген. Соны копировать етіп, басқа фоткаларға да істей берсеңіз болады. Но бірақ в основном қазір пример ретінде істеп көрейік. Мысалы,
на Pinterestқа кіреміз, и менде вот осындай кадрлар шығады, өзім профиліме кірем. Вкладкалар сохранить етіп қоясыздар өздеріңізге ұнаған фоткаларды да. Вот, мен в основном вкладкалар, и менде өзімде отдельный сохранить етіп қойған вот кадрлар бар, өзіме кадрлар дегенше. Осы жерде мен вот идеяларды аламын. В основном менде вот атаның несі болды ғой, креативі. Оны қойлар тұрып еді ғой, осындай. Мен оны осы жерден алдым да. Вот осы суреттен алған болатынмын. И мен просто өзім ойладым да, неге атаны жасамасқа более прикольный да, чем жас адамнан қарағанда да. Адамдар более не нәрсеге қызығады контентте. Біз андай күнделікті көріп жүрген нәрсені необычный жағынан көрсеткенде адамдарға контент более қызығырақ болады. Енді біз пример фото істеп көрейік да. Мысалы, ChatGPT-ға кіреміз, Gemini-ға. Gemini-ға кірдік да. Мен примерно сурет лақтырамын. Вот, примерно Мырзабектің суретін қойдық да. Потом аламыз. Мысалы, мына қыздың суретін аласақ, ладно, жылқылармен. Аламыз, сохранить етеміз. И қасына қоямыз. Екі-үш сурет салуға да болады. Кадрларды қазір екеуін қос деп айтамыз примерно. Бұл жақта өте маңызды. Бұл Gemini-мен мен сурет шығармаймын, потому что астында лого тұрады. Сол үшін мен жазам, просто напиши промпт для Higgsfield деймін. Чтобы ол просто маған промпт жазу үшін. И оны копировать етеміз де қоя саламыз. Пока сурет шығарып жатқанша мен бағана идея көрсететін сайттарды көрсетейін. Біріншісі Pinterest'ті уже көрсеттім, фреймсетті көрсетейін. Бағана екі фотканы қойдым ғой. Тура сол сияқты сіздер өздеріңіз мынаяқтан кадр алып қойсаңыз болады. Поисктан әртүрлі жанрды іздесеңіз болады, но бірақ осыны осындай кадрлар шығарып береді. И көптеген мысалы рилстарға, немесе контентке идея, немесе қай жерден алам десеңіздер, осы жерден де алсаңыздар болады. Бұл кадрлар живой кадрлар, шын адамдар түсірілген, бүкіл әлемнен алынған. Екіншісі екенде бұл в основном эффектілер. И осы жерден негізі хуктарды алса болады. И көптеген рилстардың хуктарын мен осы жерден алатын. Кейде осындай ақаулар болады. Сразу Higgsfieldқа салсақ болады, егер былай шықпаса ше. Плюсик басамыз. Так, 4К керек емес, бізге в основном 1К қолдана салайын. Бұл жерде кредитті тоже үнемдеген өте маңызды. Өйткені кредиттерді тез кетіріп тастаса болады. Бұл жақта, напиши промпт дегенді алып сөйлейік. Жоқ, бұлай оқи береді өзі. Видео бұл жерде қазір көрсете кетейін. Ең қызығы видео бар, в основном видео. И бұл жерде әртүрлі эффектілер бар. Клинк 3.0 в основном осы видеоларға қолданылады. Егер видео жақсы сапада істегілеріңіз келсе, тек қана Клинк 3.0 мен пока что. Немесе ұзақ видеолар 15 секундтан жасайтын болсаңыз, Seedance 2.0. Қазір AI бойынша ең көп ұзақ жасалған видео 22 минут. Біздің Қазақстанда недавно ғана Айтория жасады, режиссер, Шекер түсірген, және де Ауру фильмін түсірген, егер көрсеңіздер. Ютубта бар. Бұл видеоларда мысалы мен жасаған болатын, пример ретінде. Бұл готовый эффектпен жасалған. Мен примерно жырты футболкасымен далада жүрген, тоже жылқымен жасаған. Және де менде идея болған, NASA-ның видеосын жасаған кезде, осы арасында Қазақстан туын, бірақ әлеммен сал жерім деп ше, былай. Күннің астында деген сияқты. Вот Мырзабек болды шықты. Бұл қыз түріндегі. Бұл вообще өтеді. Нам более-менее, да?
Енді мына жақта біз жазып алсаңыз болады, скачать деген качествоны үлкейтсе болады, upscale дегенмен және свет ауыстырса болады, relight деген. Бірақ біз ол керек емес, біз сразу видеоға айналдырамыз, сол үшін animate дегенді басамыз. Pixel'дің ыңғайлы жері сол. Syntax AI деген бар, тоже Telegram'да, бірақ Telegram'да сіздердің галереяңыз сохранить етіліп тұрмайды. Сол жері ыңғайсыз. Бұл жерде мен де промптты Gemini'ға қайттан лақтырушы едім, чтобы детально жазу үшін атмосферасын, уақытын, бірақ мен өзім қазір бірден тезірек жазып жіберемін, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін. Пока видео шығып жүрген кезде басқасын көрсетейін. Аудио деген жерде уже 11 Labs-тікі барлығы тұр. Мен ана жолы тестировать еткем, жытын видеосына осындай звуктар шығарып берді. Қазақшада тоже әдемі шығарады. Бұл Әлішер және ол режиссер. Бұл Ереке, ол финанс директоры. Бұл Мөлдір және ол пиар маманы. Бұл Альмира және ол SMM маманы. Бұл жерде сіздерге естілуі мүмкін, бірақ андай кішкене екен көрінуші, бірақ адамға айтпаса, артына музыка қосып, бэкграунд шум қосса, то білінбей кетеді. Әртүрлі нелер де бар. Әлішер және ол? Бұл жерде тағы маркетинг студия деген бар, кіреміз. Негізі өте көп, сіздерге тез көрсетіп отырмын. Мен пример ретінде бір видео істедім. UGC контентингтерді білесіздер ғой да, когда блогерларға товар жібереді и олар оны түсіреді. И бұл жақта AI UGC контент креаторды шығарса болады. Қалай? Бұл жақта біз пример ретінде уже дайын тұр. Біз любойын таңдап, мысалы recreate дегенді басып, промпт уже қойып кетеді. Мына жақта уақытын таңдаймыз. 9:16, 7:20, 15 секундда. И өзіміздің продуктымызды қоямыз. Мен пример ретінде жаңа жас түрлерінің футболкасын қойдым да. Қазір мен соның результатын көрсетем. Аватар ретінде мен Мэй деген қызды таңдадым. И бізге шығарып бергені осы. Қазір изначальный видеоны көрсетейін. Изначальный видео осы болған. Көріп тұрғандарыңыздай. И осындай видео шығарып берді. Киіп алды, еще жүреді. Б деген әріп кетіп қалды, просто суретте менде Б деген әріп көрінбей қалды да, негізі четко жасайды. И бұл жерде сіз любой өзіңіздің товарыңызды, мерчіңізді салсаңыз болады, немесе басқа компанияларға айтып, типа мен осындай жасай аламын, сіздердің мерчтарыңызды қоя аламын деп, осындай видеолар жасап берсеңіздер болады. Ол да бір табыстың түрі, сондықтан онда бір қатты қиын деп айтпаймын, просто тез қоя салып, осындай озвучка жасаңыздар болады. Бағанағы қазақша озвучканы қойып, немесе өздеріңіздің дауыстарыңызбен деген сияқты. Так, бағанағы видео дайын ба көрейік. Вот, примерно. Бұл тез көрсеткенім, негізі реализмға күштірек жақын болу үшін өздеріңіздің мысалы алдынан, сырттан, арттан, жанынан фото түсіресіздер, барлық жағынан. И соны маған четко промпт жазып бер дейсіздер. И сіздерге сондай күшті текстпен шығарып береді. Осы Pinterest'тан алып жатқаным, ол мен бірнеше рендермен жасаймын, бірнеше кадрлармен удачный болған үшін. Мысалға астындағы кадрларды алсақ, мысалы әлемніңді, бұл NASA-ның фотосынан алдым, галереясынан, официальный сайтынан. Сосын бағанағы бұл ата мен жылқы, бұл уже реалистичный да, более-менее. Светмен мен нақтылап жазғам. Осындай неудачнылар да болады. Мен просто алдым промптта Аташка мотоциклмен шығады деген қоя салам ғой, случайно. Негізі осындай видео жүру керек болған ғой. Осындай жай ақырында реальный камерамен түсіріп жатқан сияқты. Без резких движений. Алты бақан суретін просто кейде жайлауда болған, неге айда болмасқа деп қоя салған. Апашқылар шымбұлақта. Типа реально апашқыларды шымбұлақта көрмейсің ғой, осындай бет комбинезонмен ойладым да, неге жасамасқа деп.
Сосын ана Назарбаевтың мемі бар емес, осындай роликспен тұратын, соны неге әже тұрмасқа дедім. Прикольно ма деген сияқты. Білмеймін, менде просто осы бір видеодан, сіздерге мүмкін қызық емес болуы мүмкін, бірақ осы бір видеодан маған көптеген бес алты приложениялар түсті. Мысалы, музыкальный клипқа визуалдар жасап берші деп ше, Украинадан жазды. Келесі аптада типа криминальный альбом шығарам, соған визуал жасап берші, типа Томас Шелбидің алдында тұрған, типа визуалмен дейді да. Мен білмеймін енді вкустардың, но короче сондай түсіп жатыр. И екі адам өзінің мерчтарына тоже заказ берді. Прикольный өздерінің фотоларын жібереді, мен оларға видео құрап беремін. Бағаларын өзіңіз білесіз, қанша қойсаңыз, қазір андай нақты баға жоқ. Мен примерно 5-6 секундқа там бір кадрға типа 10 мың деп айтуым мүмкін да. И олар там 5-6 кадр заказ беруі мүмкін, и сіздің жасауыңыз примерно максимум 1 сағат болады. Егер жақсы промптпен жасаңыздар ше. И бұл не с легкостью жасалатын нәрсе да, қатты қиын емес. Бұл жерде семей полигон ретінде істеген, негізі бұл западный фотографтың суреті болған, наяқта басқа адам болған. Неге әжей үйде жылқымен секірмеске да сломомен. Мынау вообще соңында қылып кетті. Бұл вообще кадр маған четко ұнады. Бұл Pinterest'та тоже болды, бірақ мен неге афроамериканецтер, рэперлар қазақи нақыштағы әшекей бұйымдармен тағып алып шаңырақтың астында өздерінің өлеңдерін айтып басқа деген сияқты. Бірақ мынаяқта андай кадр болып кетті. Фейл. Примерно осындай. Бұл ана жолғы тренд болатын, неде айналатын ше. Тоже клинкпен жасадым. Хиксфилд платный, айына 5 мыңдық түрі бар, 4700-дік. Бірақ мен 24 мыңдық қалдым, сол более-менее жетеді, көбірек. Но бірақ енді бір кадрда 10 десеңіз, екі клиентпен де шығарылса болады ақшасын. Разница жоқ деген сияқты ше. И кез келген адам кіріп тестировать етсеңіз болады, табыс түрінде ше. Тем более үйде отырып, любой жақтан да. Осылай. Бұл жағы кадрларды мен потом соңында CapCutпен қосам. CapCutта сосын мен марокколықтарға онлайн обучение жасап жатырмын. Түсіріп жатырмын, то есть ше. И олар типа каждый фазаға маған $100 төлеймін дейді да. Мен примерно 11 фаза түсіріп жатырмын да. Тупо осылай не істейтінін көрсетіп жазып жатырмын да. И олар маған просто $100 төлейді деген сияқты ше. И CapCutта мен қалай ағылшынша сөйлеп жатырмын, мен полностью ағылшынша сөйлеп түсіндіре алмаймын да. Былай на разговорный базасын. Мен CapCutқа кіремін, CapCutта тоже бар. Звукты извлечь етесіздер ғой, сол кезде перевод аудио деген бар, сол кезде ағылшыншаға аударып бере салады. И сөйтіп сіздер уже шетелдік платформаға иімен айтып жатсыздар. Негізі кез келген курсты немесе контентті солай жіберсе болады шетелдікке. Олай уже тестировать еткен көптеген блогерлар бар. Менде более соңғы үйреніп жатқан затымды сіздерге бүйтіп көрсетейін деген ба, актуальный ше, чтоб сіздерге бірден алып кететіндей пайдалы болатындай болады. Бірақ адамдар алдыңғы жолдан қарағанда аз екен ғой. Сұрақтарыңыз бар болса, не только AI бойынша. Чек қана хиксфилдқа ғана? Мен ChatGPT-дан отказ бердім. Просто 10 мың теңге, ана жақта Клод бар да. Клод деген то же самое, как ChatGPT, бірақ сіз сайт құра аласыз да, мысалы HR туралы да, или бүгін холдингқа отдельный сайт. Сіз сайтқа жазбайсыз, уже макетін, почти MVP-ін құрап шықтыңыз да, и потом сразу тексеріп беріңіз. Ол туралы уже келесі сабақтарда Санжар түсіндіріп кететін. Ол басқа ешнәрсе кетірмеймін, просто Gemini тұр да, бесплатно. CapCut 4 мың теңге, ладно. 4 мың теңге, там Hixfield 24 да, примерно, если нормально қолданылады, если 1000 кредит береді. Қатты көп емес деп ойлаймын енді қазіргі. Сосын
Болды, басқа еш нәрсе келтірмеймін. Gemini тегін бүйтіп суреттер максимально білмеймін, қанша шығаруға болады. Вроде 10-15, но бірақ ол сіздерге жетеді. Смело. Жоқ, телефонмен жасауға да болады. Просто жолда кетіп барып телефонға кіресіз да, и телефонда да тура осындай вкладка, бірақ қысқаша енді телефон түрінде берілген. Тоже промпт жазасыздар. Вот ыңғайлығы да тоже сол. Ноутбук керек емес. Солай. Болды, басқа білмеймін. Тағы не көрсетейін дегенім, тағы бір табыс түрін Identica деген сайт. Мысалы, Casper Seller, Wildberries селлерлар бар емес па, оларға карточка жасау керек болады да товарларына. Олардың товарлары көп та. И сол кезде Identica деген сайт иімен жасап береді. Мысалы, вот примерно вот суретті қойдыңыз и промпт жаздыңыз, и өзі мысалы әртүрлі нелер шығарып береді. И тоже табыстың түрі, типа сіз өзіңіз осы сайтқа кіріп, карточка создавать етіп, пример ретінде сізге бесплатный нелер береді басында. Кіріп көресіздер, вот осындай міне вот нелер болады ғой, Озоннан, Wildberries'тен қарайсыздар ғой мындайларды, тура осыны за минуту жасап береді. И плюс видеосы бар да, еще видео қаласаңыз. И бұл да табыстың түрі да, мысалы, Casper Seller'ы қалай шығамын деген ой болады ғой, Телеграмға жазасыз, Wildberries дегенді іздейсіз да, немесе Инстаграмға селлерлар іздейсіз, оларға напрямую жазасыз. Немесе TikTokқа саласыз, типа мен осындай вот тема карточкаларды жасаймын, нарезкалармен салып жіберсеңіз болады. И там тоқтамай салсаңыз, бір адам жазады деген ойдамын. Келесі бізде спикер Теміржан Риза. Бәріне сәлем. Мен таныстырып керек емес шығар өзім да. Бәріміз бірімізді танитын. Нұрлы уақыт, танысып қояйық. Теміржан Ғизат, Русланұлы деген сыймайтын сияқты болды. Жаңағы Әлішердің айтып отқан клауд дегеннің мүмкіндіктері осы, негізі мынау лендинг қой, по идее, кодты түгіл клауд жазған, мен тек қана текст бергем. Так, осыдан бастайықшы. Мен кіммін? Атырау облысының тумасы, Атыраудікімін. Маркетолог, проект менеджер, сату, барлығымен айналыса берем. Сосын просто саяхатты жақсы көретін адамды жазып қойдым. Мен болған елдердің тізімі ана жерде тұр, мынау походу мақ болмағасын туларды көрсетпей тұрған сияқты, бірақ негізі осылай, короче, келесіне кете бер. Так, мынадан бастап негізі кімге керек, кімге қызық, суретке түсіре беруге болады. Негізі бүкіл мен танитын, бүкіл блогер, саяхатшы, бәрінен жинап алған опыттардан и осындай процесстерден тұрады. Негізгі, енді именно блог болса кішкене басқаша процесстер, өйткені ол жақта кадр іздейсің. Бірақ бірінші неден бастаймын? Бірінші саяхаттың түрін таңдаймын. Оның түрі қандай болады енді? Бәрі білетін шығар, активный, пассивный дегенді. Маған более енді активный өтеді, пассивныйды көргем, бірақ қатты қызық болмады. Сосын бюджет бөлем. Бюджет бөлем, мысалы, адам миында бір бюджет болады. Миллион болуы мүмкін, ол 400 мың болуы мүмкін, ол 700 мың болуы мүмкін. Бір бюджетті, мысалы мен май айында 500 мың теңге жинай алам деп, егер февральда өзіңізге айтсаңыз, февраль уже майға 500 мыңға саяхат пландау керек. Андай кейбіреулер просто жыртылып бастап кетеді да, бірден мен Евротурға барам деген сияқты. Ол кішкене қиындау болады. Сосын міне айды, аптаны таңдаймын. И бұл жақта айды, аптаны таңдағанда өте қатты қаралау керек нәрсе климат. Өйткені жазда Вьетнамға, Таиландқа, немесе андай бір нерге барам десеңіз, сол Азияның югчасындағы елдерге барам десеңіз, ол жақта тек қана жаңбыр көресіздер, болды, басқа ештеңе көрмейсіздер деген сияқты. Сосын барып, сол погодаларға қарап мемлекет таңдаймын. Ол мемлекет енді тоже бюджетке қарай таңдалады. Сосын сол елді зерттеймін. Өйткені билет алмай тұрып, не істемей тұрып, негізі адам бармай тұрып, нені көретін білу керек, нені көретін дегенде енді. Мысалы, отзывтар андай болуы мүмкін да. Түк қызық емес, немесе андай криминал деген сияқты. Қазақстанға тірі қайту үшін бірінші ел зерттеп аламын. Сосын билет аламын, сосын отель, ну, как обычно қалғандары уже маршрут жасаймын и сақтық шаралары деген ана жерге әдейі қосып қойдым. Примерно ол елде не істеуге болады, не істеуге болмайды, соны қарап аласың и содан кейін уже не істей беремін. Так, мына жақта енді көп ешкімге оны түсіндіріп керек емес шығар.
Пассивный саяхат деген осы отельде бассейн жанында жатуу, теңизде загар алуу, спа, массаж, анау мынау, короче, ана жерге жазып койдум, короче, организм акысын берүү го, былай айтканда, денени демалтуу, организмди демалтуу болду. Активный саяхат бул энди андай көп нерсени көрүү, тауга чыгуу, тау тасты аралоо, андай өтө каңгыбас адамдарга арналган дайвинг, серфинг, короче, ойдан вообще иштеп көрмөгөн андай квадроцикл айдоо, бирдеңе ямага кирип көрүү, короче, өңгөр аралоо деген нерселердин баары сол белсенди саякатка катат. Сосын мен жалпы активный саякатта соңғы енді бір жылда таңдап жатқан саяхаттарым ішінде бұл өзім атым қойып алған комболар деп. Бұл жерде комболар деген бір-біріне жақын, немесе бір-бірінен баруға арзан елдерге бірден бару, бірге, андай бір уақытта бару. Жаңа Мырзабектің айтқан мынау міне. Как раз дәл айтыпсың ғой, 440 000 теңге деп. Әзербайжан бірінші, сосын Түркия, сосын Катар елдеріне общий бізге барып келуге 440 000 теңге кеткен. Кейін осы жақында енді, может, маған подписандар білетін шығар. Сербия, Албания, сосын келе жатқанда просто Түркияға соғып кеткем. Соның шығыны общий менде 496 000 ба сондай болды. 496 000 теңге ба сондай болды. Мына жерде мынаны фотоға түсіріп алыңыздар, кімге керек. Өйткені мына жерде комбо елдер, которые бір-біріне баруға, бірге баруға ең арзан шығатын елдер, немесе ең әдемі направлениелер. Мына жерде мысалы Таиланд, Камбоджа, Индонезия, Австралия. Индонезиядан Австралияға арзан шықпайды, просто перелет аз уақыт алады, 2 сағат па сондай, өйткені бір-біріне ең жақын тұрған елдер. Сол сияқты мен по идее осымен келатырмын қазір. Примерно осымен келатырмын. Өзіме Албания, Сербия деп тұр. Как раз өзіме жазып алған мынандай нелер бар. Мына жерде Азербайжан, Грузия деген бар, бірақ ол енді болмай қалды. Келесін өте береді. Үлгерген шығар бәрін. Так, мынау ең қызық часть сияқты. Билетті мен қайдан аламын? Билетті вообще билет деген андай ешқандай правиласы жоқ нәрсе негізінде. Бәрі айтады ғой, четверг алу керек, андай понедельник обедтен кейін алсаң арзан болады деген сияқты. Ондай жоқ, өйткені билет деген ол біреудің бизнесі. Ол біреудің просто ашқан авиакомпаниясының бизнесі. Билет саған арзан түсудің екі-ақ варианты. Біріншісі өте көп іздейсің, екіншісі өте арзан елге барасың болды. Өте көп іздеу деген менікімін как раз. Мен ең бірінші билетті неден қараймын? Авиасалыстан қараймын. Авиасалысқа кірем, нені қараймын. Просто даталарын ауыстырып қарай берем, немесе мысалы мен майдың басында барам десем, мен 1-нен 10-на дейін каждый күнді қарап шығам да. Ең арзаны қайсы, соны ала салуға болады. Бірақ авиасалыстан бүйтіп просто ала салмай, келесінде Уинги дегенді қараймын. Уинги деген авиасалыста сіздер билет іздейсіздер ғой, авиасалыс оны Уингиден іздейді. Короче, керісінше авиасалыс негізі бір әртүрлі платформаның жиынтығы ғой. Trip.com дегенді просто қоса салдым, бірақ тоже көп қарамаймын одан, бірақ Trip.com-да басқа елге барсаңыздар, ішінде экскурсия, короче, бүкіл қандай жерге бару керек, ішінде андай сопровождениемен көп нәрсе бар. Бұл негізі Trip.com неде андай опасный елдерде жақсы көмектеседі, өйткені сопровождениемен көптеген турлар бар бұл жақта. Сосын Freedom Travel-ға кірем, ең соңында, короче. Ең соңында Freedom Travel-ға кірем. Бұрын енді ол Каспий болатын. Авиасалыспен Уингиден сәл ғана жоғары болса, лучше банктен ала салған. Өйткені проблема азырақ, оңайырақ, еще кэшбэк бар. Ана жанында тұрған Omio, сосын Flixbus дегендері, олар более, наверное, Европаға арналған. Европаға немесе жалпы, короче, көп елдерде қала аралық, ел аралық, автобус, поезд деген өйткені. Мысалы, жаңа мен айтқан Сербия, Албания, жанында Черногория бар, бір жанында Болгария бар. Бәрінің арасы негізі автобустың өзімен 3-4 сағаттық жерлер. Оған прям самолет алып, оған аэропортқа барып ажырай жасап керек емес. Любой просто автобустың остановкаға барып, білмеймін, короче, Будапешт деп кетіп қалуға болады. Сол сияқты. Омиодан алдын ала қойуға болады. Негізі Европада пойызбен жүрген кайф, өйткені андай видтар әдемі болады жолдан. Келесіне өте бер. Так, тұратын жер енді по-любому Booking I love. Короче, Booking всегда просто жақсы сервис көрсетеді біріншіден. Екіншіден
менде ситуация болған, мысалы келдім отельге овербукинг деп айтты, маған типа кіргізбей қалды, короче, отельге. Орын жоқ, орын бос емес, и турист көп, короче. Келіп адамдар сырттан келіп орналаса берген ғой, ол мен келем ба, келмеймін ба 100% білмейді олар. Өйткені мен ақша төлемеген әлі, келгеннен кейін төлейтін. И сөйтіп біреу жатқызып болған. Кейін мен букингке жаздым, короче, букинг маған мен алғаным по идее жаңағындай простой отель болатын да, ол маған 4 звезды ма сондайға ауыстырып берді. Осы алдыңғы жол неге барғанда. Өздерінің ошибкасы емес, негізі отельдің ошибкасы. Бірақ олар бір жағынан еще отельге штрафтарын салады, немесе аккаунттың несін түсіріп тастайды, жаңағыдай оценкасын. И алады да маған да, короче, и походу ар жағынан компенсация берді. Өйткені мен бір күн өзім ақшамнан төлеп тағы отель алдым деген сияқты. Ана жерде Airbnb деген ол в основном квартира іздеуге. Квартира қай жақтарда жақсы? Квартира жағы жақында мен барған Балкан елдері дейді ғой. Сербия, Албания, Болгария, короче, андай бірдеңе елдер. Солардың бәрінде квартира дұрысырақ. Өйткені отельдің уровені қатты өспеген ол жақта. И даже букингқа кіріп іздесеңіздер бір іздегенде тұратын жерде бір 70% ма квартира болады ол жақта. Букинг қарағанда бірақ квартираны Airbnb-де іздеген жақсы. Сосын ана Hostelworld деген ол енді бір 7-8 адам болып бір жаққа шығып жатсаңдар ғана болмаса бір по-любому арзан барам деп. Ол жақта бір 6 адамдық мысалы комнаттар болады, и все сол жақта қона салуға болады деген сияқты. Так, келесі. Оплата, короче, мен көп қателіктен кейін түсінген. Бірінші, вообще наличка керек па деген сұрақтан бастау керек екен. Өйткені мен көп наличка апарған кездер болды. Оны барып келесің қалаға, Алматыға, кейін оны барып ауыстырасың, басыңды ауыртып, өйткені қалып қояды ақша. Еще кейбір елдерде, мысалы, вообще керек болмауы мүмкін, кейбір елдерде карта деген вообще саған пайдасы болмауы мүмкін. Сол үшін бірінші наличка керек па дегеннен бастау керек. Мысалы, Түркияда мен айтатын едім, наличка максимум бір 20 000 теңгеден артық керек емес деп, өткенін білмеймін, одан артық наличка құртқанымды көрмеппін. Андай бір автобусқа ақша салуға болмаса, карточкаға Истанбул карт деген. Сосын вообще желательно андай Каспийден басқа картамен төлеу. Бірінші саяхаттың алдында ақшаны басқа картаға аударып алып, сосын Каспийден басқа картамен төлеу. Өйткені маған әлі күнге дейін 25, 24, 26-тағы саяхаттардың ақшасы либо минусоват етіледі, либо плюсоват етіледі, короче. Андай Каспийде өзімен өзі ақша азаяды, кейде өзімен өзі ақша көбейеді, өйткені ол курс өзгерген сайын бірдеңесі бар, короче. Оған білмеймін, бір Forte деген банктың, короче, карточкасын алып алып, сол жақты қолданып, одан кейін қолданбасаң, сенің ақшаңа ешқандай не болмайды да. Менде примерно санағанда, білмеймін, где-то 8 000 теңге дейін ме азайған. Өйткені евро көтерілген ба, не істеген ба, короче, көп. Да, кете бер келесін. Так, интернет. Енді интернет дегенде, интернет деген жақта мен Мозаик досымды қатты қолдамаймын. Мозаиктің енді сүйікті приложениесі AirAllo деген. Ол жақта AirAlloның логикасы анандай. Сен гигабайт аласың. Скажем, $4 гигабайт аласың. 1 гигабайт. И $4 деген бізде 2000 бірдеңе теңге ғой. 1 гигабайт деген мен простой бір интернетский тілмен түсіндірсем, Инстаграмда 30 минут отыру ғой. Инстаграмда 30 минут отыру. 30 минуттан тоқтамай рилс қарау 1 гигабайт. И білмеймін, мен саяхатқа демалуға барамда, андай маған ұнамайды, короче, бүйтіп. Телефон қарамай жүре берген, мысалы, обед ішіп отырасың, 1 сағатта ештеңе істемейсің ба деген сияқты. Сосын eSIM дейтін бар. Ол бірақ маған қатты өтпеді, бірақ арзан. Қатат демесең. Ең лучше мына бірінші түр. Мен өзіме ұнайтыны Holafly деп айтады. YouTube'да рекламасы көп шығатын жер. Holafly деп жазылады, неде App Store'да. И ол жақта тек қана безлимит интернет сатылады. Андай гигабайт сатылмайды, в основном безлимит. И безлимитті мен мысалы 8 күнге соңғы барғанда 24 000 теңгеге ме алдым. И бәрібір сен гигабайтты егер көп қолданатын болсаң 24 000 теңге құртасың. И оны босқа басыңды ауыртпай, просто мына жақта еще андай да, мысалы бірден 2 жерге баратсаңдар, глобальный безлимит дейтін бар да. Безлимит бір рет қосып аласың, и сен 8 елге барсаң да бәрінде сенде бір интернет ұстап тұра береді. Қайта-қайта каждый елге келіп, оны қосып. Так что қатты басыңды ауыртқың келмесе, и ақша болып тұрса, лучше безлимит интернет алсаң дұрыс. Кете бер. Форс-мажор.
күчтүү ситуациялар болот. Негизи барлык элде күчтүү ситуациялар болот. Бирдеңеден калып кетесиң. Соңку мендеги ситуация осы 8 күнү болгон, 10 күн мурун Стамбулда Сабиха Gökçen деген аэропорт бар. Основной международный аэропорт Стамбулдун. Мен сол жакка барам, рейсимди күттүм, таблону карайм, таблода менин рейсим жок. Мен Шымкентке учуп барат. Таблода менин рейсим жок, барып информация дейтин не турат андай. Содан барып сурайм, менин рейсим кайда деп. Билетимди карайт, мына башка аэропортко дейт мага, ана аэропортта ист деп жазылып тур экен да. Мен кәдімгі нақты есімде да СБХ деп тұрады да, просто ана аэропорт, Сабиха Gökçen деп. Құдай бере салған, бір жағы біздің аэропорт, бір жағы Қаскелең сияқты ол жақта. Примерно еще жалғыз вариант, такси. Өйткені мен, сағат 10:30-да ма ұшам, сағат где-то есімде болса бір 8:40 па сондай, анда, барып сыра кіріп кетуім керек болып тұр ғой. Регистрация жабылып қалмай тұрып. Менде где-то бір сағат бар. Мен есік алдына, аэропорттың алдына ұшып шығамын да, таксиге айтам, мына аэропортқа бару керек. Болды, ол отыр дейді. Сосын қанша деймін? Айтады, 6000 лира дейді. 6000 лира деген, егер біреу білмесе, 63 000 теңге. Мен 63 000 теңгеге, серьезно, 63 000 теңгеге 74 километр. Аэропорт, екінші аэропорт 74 километр жерде. Еще ол Стамбулда тариф, вообще таксидің тарифі примерно Алматыдан 3 есе ма жоғары. Өйткені где-то 1 литр бензин бізде 300 теңге, 250 теңге болса, ол жақта 800-900 теңге да. Сондықтан ол енді таксиге ренжи алмайсың, бензиннің бағасы сондай. Просто солай, ана аэропортқа жеттім. Мен кіргеннен кейін 5 минуттан кейін регистрация жабылып қалады, Әйтеуір кіріп, естеп, одан да бөлек негізі өте көп болады. Мысалы, Египетте болған бізде, Египетке бірге барған достарым мына жерде жоқ екен. 3-0-дегі қыздар, егер танитын болсаңыздар, 3-0-де ғой. Сосын Арман 1-0-де болған бұрын. Барып, біз как раз Шарм-эль-Шейхта жүрік, ол кезде тамақ ішіп вроде обычный ужин ішіп отыр. Обычный ужин ішіп, қыздар, уборная кетіп қалады. 20 минут па өтеді, жоқ, ана. 20 минут па өтеді, жоқ, Еще ол Египетте. Уровень опасности, өте жоғары, ана 20 минут дегендің. Біз, Арман екеуміз екі жаққа айырылып іздейміз оларды, потом мен Арман таппай қалдым, Сөйтіп бір кезде қайтадан келдік ана Кальянныйға, Кальянныйда отырып. Потом келдік, уже где-то 25-30 минут өтіп кеткен. Не істейміз. Еще интернет, Құдай бере салған тек қана Арман екеумізде. Интернет тек қана Арман екеумізде, біз қыздарға қосып жүріп, Не звондай алмайсың, не жаза алмайсың, кішкенеден кейін, келеді ғой. Кішкенеден кейін келеді. 5 минут өткеннен кейін ба келеді, айтады ғой, магазин аралап кеттік деп. Біз кәркез бір тұтым жанында отқанбыз ғой, Елназды кім таниды, сол футболка ма бірдеңе алған, келесі күн Каирға кететін болғасын, күшті болып барысы деген шығар, бірақ бізге ана 30 минут күшті болған жоқ, қатты бір. Барлық ситуацияда тоже Албанияда болған. Албанияда осы как раз Түркияның алдында, осы апрельдің басында. Албания негізінен қыз болсаң жалғыз баратын ел емес. Өйткені сәл СССР-дің ізі жоқ болса да, коммунизмнің ізі бар, бандит еркектердің ізі бар, Андай елді, қатты бір қараңғы көшеге кіріп кетсең, қайтадан шықпай қалуы мүмкін сияқты, Андай ситуация болған, Албанияда түнде, отельге қайтып баратырмын өзі, отельге қайтып баратырмын, өтіп баратырмын. Отельде бізде андай көп көшелер, негіз тар көшелер. Бір машина максимум сият болды, Оның жанынан адам кетіп батса, қақып кететіндей болды. Сондай көшелер кішкентай. Жүріп баратқанда, ана жерде бір төбелесіп отыр. Мен отелім солардың артында, төбелесіп отыр, қызып отыр, Ладно, погуляем,
Походу не догулялись, короче. Тағы бір сағатта жүріп келдім, анар әлі тұрған өзі, короче. Кетпейді, короче. Сөйтіп, отельдің WhatsApp-ы бар, мен де отельге жазамын, короче. Брат, шыға салшы, короче, күтіп алсайшы. Андай болады, кәдімгі үйіне қорқып кеткен қыздар болады. Андайда, бірақ ана жерде бәрібір не справишься, сен ана жерде бірімен төбелессең, өйткені бір 4-5 адам тұрды. Сол үшін кейде ондай да елдер болады. Лучше жалғыз бармай қойған, короче. Мысалы, ана жерде қасында Мырзаев болса, либо Әлішер болса, смело өтуге болады сияқты негізі. Сонымен форс-мажорлар негізі почти барлық елде болған, бізде болды ма білмеймін, бірақ почти барлық елде болған. Біз неден как раз Стамбулға барған кезде екеуміз, ол кезде бірінші рет Стамбулдан мен мынау білмеймін, үшінші рет барып, сонда да шатасып жүр. Метродан мінеміз аэропорттан, короче, қай жақтан түсіп қалдық? Бір жақтан түсіп қалдық қой. Үскүдардан түсіп қалдық кеше. Үскүдар деген, короче, Стамбул екіге бөлінеді, Азия, Европа деп. Үскүдар Азия жағы да, бізге бару керек, короче, Айя София Европа жақта. Түнгі бір ма, сондай метро жүрмейді, короче, походу. Мен шаршап кеткем. Азербайжаннан келіп отырық қой, енді еще Үскүдардан тұрып, короче, бәрі үстімізде сумка бүйтіп тұрып. Сонымен, короче, мен айтам такси шақырайық деп, бұл айтады, короче, метромен барайық деп. Мен қоймаймын, короче, өзім төлеймін, такси шақырайықшы деп. Такси шақырамыз, негізі бір кішкене бір посттан өтесің, бұрыласың, болды, короче, соған 10 теңге ма кетті, походу. Сөйтіп, лучше мой вам совет, короче, Стамбулда вообще таксимен жүрмеңдер. Стамбулдың таксиіне біраз ақша ұстап кеткен адаммын, короче. Бірақ маған повезло, негізі соңғы Стамбулға барғанда жаңағы таныс адамдармен жүрдім. Сол кезде андай кішкене арзанырақ шықты барлығы. Таксиде, неде, все, түсір. Енді болған сияқты походу. Все, короче, барлығы егер не істеген болсыңдар, фотоға түсіріп алып, егер мынау керек болса, Алмат группаға жібере салар. Болды. Сұрақ жоқ шығар, ешкімде, айта беріңіз. Айта бер, не болды? Ойбай, бит, не болды? Айта берсін. Қанша бар деген сұрақ қой. Мен не ұнайтынына байланысты ғой. Қала, тропик, Қытай дедім. Сентябрьде бірақ, август емес. Августте ыстық. Августте болса, августте негізі көп андай күшті елдерде не сезонда просто. Не жақтарда, сезон жалғыз жақтар сол негізі Европаның частығы. Августте сізге либо не Африка, не Азияға барып, вообще қажет жоқ, өйткені Азияға барсаңыз либо жаңбыр, либо 45 градус қой. Кореяға барсаң да, неге барсаң да 40 градус болуы мүмкін, 35, бірақ ол жақта влажность өте қатты, сен просто су болып жүресің, болды. Басқа қатты қызық болмайды. Өйткені мен июльде Қытайға барған адамда, так что өмірлік кәдімгідей. Зайна білет Қытайда тұрды, ол июльдегі Қытайды білет шығар, как раз Ханчжоу, Шанхай дегендерді өте ыстық. Қытайлықтарды егер июльде барсаңыздар, көбіне футболкасы көресіздер. Футболкасы көрмейсіздер, енді просто бүйтіп Зарина көрген жасын, бүйтіп іште Қытайда күшті не бар, андай, іштерін ашып жүреді бүйтіп. Үнжоқан білет, бірге жүрдік қой біз. Іштерін ашып жүреді, өткен ыстық өте, біз просто андай ішімізді ашуға ұялдық. Августте егер енді бюджет азырақ болса, лучше Түркия, Грузия, Азербайжанға бірақ ұзаққа барып керек емес. Алдында бір қыз, короче, маған уже билеттерді алып болғаннан кейін сұраған. Сөйтіп Азербайжанда 5 күн боламын, сосын Стамбулда 5 күн боламын дейді, короче. Азербайжанда қайда 5 күн болсын? Бакуде дейді. Бакуды мен где-то неше сағатта көрсетдік. Баку бітіп кетті ғой, Бакудың шеті қалмады ғой, қарайтын жері қалмады уже. Бүкіл тал жаттап алдық көшедегі. Ол Баку деген примерно Талдықорғанмен бірдей, бірақ күшті қала. Может, Алматыға точно жетпейді анау. Ол жақта прям 5 күн қарайтында ештеңе жоқ, сол үшін кішкене не қарауға болады, соны не істеп алу керек. Егер мен тыңдасаңыз, бірінші шетел ма? Біріншісі? Біріншісі Дубай болса, екіншісін август болса, Стамбул и Каш. Стамбулда бір 4-5 күн болып, потом Кашқа барып, ұзыннан демалып, или Чешме, там уже разница жоқ, Чешме, Каш, Анталия, не, короче, Измир, бәрі бірдей ғой почти. Бірақ Каш лучший по-любому.
Все? Мен сол жалғыз баруға болмайтын елдерге барамын десе. Негізі вообще мен айтар едім қыздарға жалғыз баруға не стоит деп. Андай ол жаңағыдай разделение ештеңе емес. Просто біріншіден опасно. Біріншіден опасно. Өйткені любой елдегі еркек ол еркек бәрібір. Қандай ел болса да. Жақсы еркектер бар, и дадан басталатын бәрі көп, көп еркектер бар. Барлық елде бар, ол сен даже Дубайға барсаң да, сен мұсылман еліне барсаң да, даже Дубайда, мысалы, тот же самый эскорт неге қарағанда, Европаға қарағанда көп, Европаның 4-5 еліне қарағанда көп. Так что вообще негізі любой елге, еще жалғыз барғанда қатты ішім пысады негізінде. И ішім пыспайтын жалғыз отдых ол активный. Пассивный болса вообще жалғыз барып не стоит. Активный отдықта кішкене ішім пыспайды, өйткені сен басқа елдің адамдармен жүресің, анда мында жүргесің, короче. И ішетін болсаң жалғыз баруға болады, өйткені ішкенде дос табу оңай, короче. Қай елдікі болса да, короче. Таңертең тұрсаң басқа отельде жүресің вообще, короче. Сербияда болған просто алдым. И жалғыз барғанның андай жалғыз баруға бір-ақ себеп бар. Шатасып қалсаң, андай өмірде ары қарай не істейтінін білмей жүрсең, андай бір өз-өзіңе бір актуализация керек болса, жалғыз баруға болады. Атақ просто шетелге шығамын десең, зачем жалғыз барып оны деген. Достарыңмен бөлісетін момент, андай сондай ғой ол деген. Егер прям нақты жалғыз барамын десең, может, Түркия, бірақ андай Стамбул емес. Өйткені Стамбулдың көшелері түнде по-любому страшный жалғыз адамға. Ну, типа там Измир, Каш деген сияқты өте туристический елдер, қалалар. Европаға баруға болады, бірақ Европада да бәрібір тоңап кетеді, короче. Любой елде сондай, короче. Ол деген ана елге барсаң мынандай, мына елге барсаң мынандай, жалғыз баруға сол Дубай более-менее нормально. Катар өте безопасный ел, әлемдегі ең безопасный ел, сондай. Короче, каждый шагта сенде камера, короче, Катарда сенмен ештеңе болмайды, бірақ тоже қызық емес Катар. Бір адам жүру үшін ол жақта андай дубайский вайб тоже. И жалғыз баруға болса, более викингский елдер да. Более мәдениеті өте жоғары, Исландия, Швеция, Норвегия деген сияқты. Ол жақтарда туристерге жақсы отношение біріншіден, екіншіден сәл жалғыз барсаң да ішің пыспайды да. Так что сол, короче, бірақ ол жаққа виза керек тоже. Все? Давайте. Есім Мөлдір, жұрты 3-0-дің түлегімін. Жалпы мен бакалаврды 4 жыл пиар мамандығында бітіргем. Бітіргеннен кейін холдингта HR отделында Анжуханың ұсынысымен ауысқан болатынмын. Қазіргі кезде көбінде холдингта ішкі коммуникацияға, яғни ішкі пиарға жауап берем. Ақырындап сыртқы пиарға ауысып жатырмын. Пиар өзекке бөледі, сыртқы және ішкі деп. Жалпы келердің алдында мен ойландым, сіздерге қалай көмектесе аламын, жалпы қандай тақырып сіздерге қызығырақ болады деген сияқты. Және пиар туралы көбісі бізде сырттай ғана біледі. Жалпы пиар не жұмыс жасайды, қандай заттар бар деген сияқты көбісі біле бермейді. Негізі пиар палитрасы деген термин пиарда мүлдем жоқтың қасы деп айтуға болады. Вообще негізі жоқ қандай термин, сіздерге түсінікті болу үшін, қойылған тақырып әрі қызықты болу үшін деген сияқты. Келесі нәрсе, жалпы пиар дегеніміз не? Пиарды барлығымыз естіп жүрміз, пиар жасап жатырмыз деген сияқты, бірақ көбісі бізде Қазақстанда оны маркетингпен шатастырып жатады, пиардың жұмыстары кейде HR отделға кетіп қалып жатады деген сияқты. Жалпы пиар бұл адамның немесе бір белгілі бір мекеменің репутациясын жасайтын маман. Яғни пиар маманы ұзақ мерзімді репутация жасайды. Оның өлшемін бір нақты ешкім айта алмайды. Осындай қаражат кетті, осыған күшті пиар жасалды деген сияқты. Мысалға маркетингта ол маркетингқа бөлінген қаражат, маркетингпен жасалған заттар ол продажа арқылы көрініп жатады, адамдардың узнаваемость арқылы көрініп жатады. Ал пиарда ол қаражат бөлінгенмен ұзақ мерзімді болуы мүмкін.
Бірақ та пиардың бір ерекшелігі, пиарға ақша бөлгеннен кейін ол сен үшін ұзақ мерзімде жұмыс жасайды. Яғни сенің қазір жасаған пиарың 10 жылдан кейін көмектесуі мүмкін да ол нәрсеге. Вот, сол нәрсені ескеру қажет. Яғни пиар ол товарды сатуға емес, ол товардың узнаваемость арттыруға көмектеседі. Кейіннен узнаваемость артқаннан кейін бренд өз үшін жұмыс жасайды. Например, біз білетін Guess сияқты күшті брендтер бар да, бірақ олардың качествосы кейбір арзан масс-маркеттерден қарағанда төменірек болады. Бірақ бұл жерде ең басты ұнайтын нәрсе ол брендтің аты деген сияқты ғой. Сол себепті пиар сіздердің брендтеріңізге жұмыс жасайды. Келесі тәуірек, жалпы пиар палитрасына келетін болсақ, біз пиардың екі түрін ғана білеміз, көбісіміз белый и черный пиар деп айтамыз. Черный пиарды біз бәріміз қара пиар жасап жатыр деп күшті қылып айтамыз да, но негізінен черный пиардың өзінің бір ерекшелігі бар и белый пиар. Белый пиарды көбісіміз естігенмен не нәрсе білдіретінін білмейміз. Жалпы ақ пиар бұл ашық, шынайы және этикалық коммуникацияға арналған. Яғни ашық түрде өздерінің компанияларының ішінде процесті бөлісетін компаниялар бұлар ақ пиарды қолданады. Қазіргі таңда бұны көп компаниялар қолданып жүр деп айтуға болады. Мысалы келтіретін болсақ, Вкусвилл өзінің итог годаларын телеграмға салып отырады. Яғни бұлар өздерін ашық түрде көрсете алады. Бірақ айта кететін нәрсе, бизнесте негізі ешкім 100% ашық жүргізбейді. Бұл тек қана сыртқы иллюзия деп айтуға болады. Жалпы пиар көбінде сондай нәрсеге жұмыс істесек болады. Сыртқы иллюзия, адам қалай көреді компанияны. Яғни компания өзін күшті ашық ретінде көрсетуі мүмкін, бірақ ішінде не болып жатқанын сіз білмейсіз. Яғни ақ пиар арқылы адам брендке сенім қалыптастырады. Яғни сен ойлайсың, күшті, мынау компания деген өздерін ашық көрсетеді екен деген сияқты ол адамға сенім артады. Ондай компаниялар көп. Например, 1990 жылдар, 2000 жылдар черный пиар өте қатты трендта болған, бірақ қазіргі кезде біз көбіне белый пиарды пайдаланады. Келесін ауыстыра берейік. Сіздер білетін черный пиар. Негізі біреудің атағы қатты жаман шығып кететін болса, сіздер айтасыз, черный пиар жасап жатыр деп. На самом деле черный пиардың мақсаты ондай емес. Черный пиар бұл керісінше сенің бәсекелестеріңді жамандау, оны жаман атты қылу, сол арқылы өзінің атыңды шығару. Пример ретінде келтіретін болсақ, Cola мен Pepsi үнемі бір-бірлерімен соғысып жүретін екі бренд. Негізі, қателеспесем, производство бір жерден алу екеуінде. Бірақ бұлар осылай бір-бірлерін төмендету арқылы өздерін көтеріп отырады. Например, бір қай жылдар екені есімде емес, мынандай кейс бар. Бір футболист келіп, столдың үстінде Pepsi тұрады, оның аты жерге қойып тастайды, ол коланы қояды оның үстіне деген сияқты. И ол өте қатты скандал болған. То есть ол сол жайста арқылы былайша айтқанда Pepsi'дің төмен, коланың жоғары екенін көрсетіп отыр. И бұл нәрсенің біз әдейі жасалғандығы немесе байқаусызда жасалғандығын білмейміз да, но по факту келгенде осындай қарапайым заттар пиарға өте қатты әсер етеді. Так, мына жерде мысалға кейде адамдар өздері компанияға черный пиар жасап алады. Мысалға мына жерде 2018 жылы H&M қара нәсілді адамға кигізіп самый крутой обезьяна в джунглях деп жазып қойған. И осы арқылы ол өзінің атын жаман жағынан шығарды. И осындай сәтсіз фотосессиялар немесе сәтсіз кейстер кейде компанияны төмен қарай алып барады. Бірақ та осындай черный пиарды жақсы жаққа айналдыра алатын пиарщик самый классный пиарщик деп айта аламын. Өйткені мысал ретінде келтіретін болсақ, мен соңғы кезде байқап жүргенім, бізге нишаға жақын болғаннан кейін 140-ты біз көп қараймыз. 140 негізі черный пиар арқылы өздерінің аттарын жақсы шығарады. Недавно оларда Threads'та бір шум болды өте қатты, то есть олардың компанияларында бастықтарына қатты табынады деген сияқты нәрсе шығып кетті да, тестті алу арқылы. И артынан ол кісі басшысы өзінің пиарын жақсартып жіберді. И жаңағы черный пиарды жауып жіберді деген сияқты ғой. И бұл жерде біз білмейміз да, компания ол слухты өзі шығарды ма или біреу арқылы шықты ма деген сияқты. Ол, например, конкуренттердің әдейі шығарған нәрсесі болуы мүмкін. Либо ол әдейі жасады, бірінші өзі черный пиар жасады, артын күшті қылып жауып жіберді деген сияқты. Жалпы черный пиарды негізі пайдалану тиімді, бірақ артын егер күшті қылып жаба алмайтын болсаңыздар, ол сіздерді керісінше бизнесті немесе сіздің атыңызды төмен қарай тартуы мүмкін. Сіздер білетін ең күшті, ең көп таралған осы екі пиар, но бізде басқа да пиар түрлері бар. Келесін көрсетсек. Жасыл пиар, мен жақсы көретін, қолдайтын ең күшті пиарлардың бірі.
Жалпы егер компания ашатын болсаңыз, немесе компанияларыңыз болса, эко-френдли адамдар үшін өте өтімді пиардың түрі. Жалпы атынан ақ белгілі экологияға бағытталған, яғни түрлі қалай айтсақ болады, түрлі акциялар арқылы қарапайым ағаш отырғызу деген сияқты акциялардың барлығы бұл осы жасыл пиарға жатады. Бұндай пиар түрін бізде көбінде политикада қолданады деп айтуға болады, потому что біз табиғатты ойлап жатырмыз деген сияқты. Жасыл Қазақстан деген бізде программа бар, білесіздер ғой, бұл да сол жасыл пиарға арналған негізі. Осы арқылы жалпы сенімді арттырады, біз экологиялық тазамыз деген сияқты. Енді компанияларға келетін болсақ, кейбір компаниялар бар, өздерін эко-френдли ретінде позиционировать етеді. Ол кісілер не істейді? Бізде мынандай 3 жәшік тұрады, 3 жәшікке бөлек-бөлек жаңағыдай мусорлар салынады деген сияқты, немесе біз киімдерді тек эко-заттардан қабылдаймыз деген сияқты. Одан кейін сұр пиар түрі. Сұр пиар бұл жаңағы белый мен черныйдың қосындысы, яғни атынан ақ айтып тұр. Яғни сіздерде компанияларыңызда вроде бы как біз ешкімге навязывать етпейміз, бірақ сен осыны істеуің керек деген сияқты нәрселер бар. Самый қарапайым түрі мысалға блогерлар. Өздерінің инстаграмдарында, стористарында жиі реклама жасайды. Байқайсыздар, мен осындай затты қолданамын дейді да, бірақ сіз де қолданыңыз, сіз де сатып алыңыз деген нәрсеге ол итермелемейді, ол жасырын түрде. Мен де қолданып жатырмын, мүмкін сен көресің деген сияқты. Яғни сұр пиар бұл кішкене блудныйлау пиар түрі. Мына жерде мысал ретінде көрсетіп қойғам, осы автомобиль Ладаның тоже шум болған заттарының бірі. Бірақ бұны кейіннен журналистер мынандай нәрсені түсіндірді. Олардың мемлекеттерінде өте көп осы маркадағы машиналар көбейіп кеткен, и соны азайту үшін оған қарай осындай сұр пиар жіберген деген сияқты. Яғни толығымен ашық емес, сізді нақты бір нәрсені итермелемейді, бірақ жасырын түрде айтып тұрады. Келесісін көрсетсек. Одан кейін сары пиар. Жалпы сары пиар самый скандальный пиарлардың бірі. Желтой пресса деген білетін шығарсыздар. Негізі біздің қоғамда болып жатқан пиардың көп түрін сары пиарды черный пиармен шатастырады. Жаңа айтып кеттім ғой, черный пиар бізде ол біреуді даттау арқылы өзіңнің брендін көтеру болса, сары пиар ол өзіңнің атыңды өзің шығару деген сияқты. Мына жерде мен пример келтіріп қойдым. Мысалы Қайрат Нұртас бізде өзінің атын осыны скандальный сары пиар арқылы күшті шығарады. Яғни аты жауап кететін болса, Қайрат Нұртас бірдеңе істеді деген сияқты, бірақ оны бәрі жақсы көреді деген сияқты ғой. Одан кейін ораза кезінде Starbucks'та білесіздер, тоже шум болды. Егер естіген болсаңыздар, олар ораза кезінде акция жіберген болатын. Жаңағыдай кофеге байланысты обед уақытында береміз деген. Бұл да негізі бір сары пиар түрі деп айтуға болады. Мысалға ол адамдардың өздері ары қарай алып кетті да. Нақты мұсылмандарға, ораза адамдарға емес, жалпы ғалама Қазақстанға жіберсе де, бірақ өзінің атын шығарды. Естідіңіздер ме, жоқ па, тоже Додо Пиццада недавно осындай пиар түрі болған болатын. Қателеспесем, олар жануарларға байланысты жіберді ғой деп. То есть өздері филиалдарына кіріскен жоқ, сол арқылы адамдар уже Додо Пиццада туралы айтып бастады да. Оны біреулер қолдайды, біреулер қолдамай жатады. Жалпы пиардың түрлері өте көп. Мынау мен негізгілерін айтып кеттім. Интернеттен ашып қарасаңыздар болады. Розовый пиар, красный пиар деген нәрселер бар. Бірақ бәрі-біріне ұқсас. Ең негізгі осы 5 түрі. Не үшін бұл именно пиар түрлерін айтқым келді сіздерге? Себебі жаңа айтып кеттім, пиар иллюзия обманы күшті жасайтын негізі сырттай. Бірақ ішіне қарап көрсеңіздер, ол адамды алдауға, арбауға кішкене алып келеді. Бірақ ол жаман нәрсе емес. Кез келген бизнес солай жасалынады. Зерттеу арқылы ол нәрсемен сіздер танысып бастайсыздар. В принципе, осы айтқым келгені. Кішкене информацияны сақтырып кірісе алыңыздар деген. Сосын мен жерге қосып үлгермедім. Тағы бір мен үшін өте пиарда қызық тақырып бар, ол политический пиар. Тоже ашып қарап көрсеңіздер болады. Менің басында прям бум жасаған жаңалықтар болған нәрселер. Өйткені сіз көп нәрсені қарапайым зат деп ойлайсыз ғой, бірақ оны политика жағынан ұзақ уақыттан бері сіздің миыңызға сіңдіріп келе жатқан заттар болады. Например, менің кейстарым ішінде, жалпы мен оқыған кейстар ішінде мені шок қылған жаңалықтардың бірі қай мемлекет екенін білмей қоймын, бірақ өзінің скандальный отбасында болған жағдайды жабу үшін басқа мемлекетке соғыс ашқандар бар. Осы сияқты ондай пиардағы кейстер өте көп, соны талдап көрсеңіздер болады. Осы нәрсе бір интервью беріп жатқан кезде болған негізі. Черный пиар негізі білем өте қатты естілетін, бірақ кішкене нечестно ойнайтын адамдардың іс-әрекеті сияқты.
Барлығыңызға сәлем. Бұл менің осылай спикер болудағы алғашқы экспериментім. Өте қобалжып тұрмын, но сіздерге көп рахмет мені тыңдауға келгендеріңіз үшін. Бүгінгі менің айтқым келген тақырып темпераментке сай жоспарлау. Өзіңді түсінбей өнімді бола алмайсың. Неге бұл тақырыпты таңдадым десеңіздер? Өйткені мен ең кішкентай кезімнен бастап андай жоспарлау деген нәрсеге қызығатын, қатты қызықтым. Қалай жоспарлауға болады, қалай андай не істейміз деп шам. Сосын мен былай жоспарлаудың стильдерін қарадым, әртүрлі жоспарлаудың түрін пайдаланып көрдім. Келесіге көше берсек, мына жақта менде мына сөз бір 5-7 сыныптың әдебиетінде Қазақ тілі апай бізге не үйретті? 15-ші қара сөз бар ғой, Абайдың. Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәрте, болмаса жұмасына бір, ең болмаса айына бір рет өзіңнен өзің есеп ал. Осы сөзді естіген кезде мен ең алғашқы қайтып есеп алады адам өзі бір-бірінен. Не істеймін сонда есеп алғанда? Қалай есеп аламын деген сияқты сұрақтар болған. Мына ол кезде бір 5-7 сыныптар ғой, бір дым түсінбеймін ше, не үшін есеп алады адам өзінен деп. Сөйтіп, сол нәрсені былай миымда қалып қойған, әлі де миымда қалып қойған. Жоспарлау деген кезде маған есеп алу деген нәрсе есіме келеді. Адам, келесіге көше берсек, адам есеп алған кезде ғана, то есть есеп алу үшін жоспар құрады. Мен сол нәрсені қатты түсіндім да. Енді біз қалай тиімді жоспар құрамыз? Қалай тиімді жоспар құруға болады? Қалай ойлайсыздар? Андай ғой, бір адам тұрады да таң сағат 5-ке тұрып алып, анау істердің тізімін жазып шығады да, сағат 8-де мына жерге барам, сағат 9-да мына жаққа барам, кешке қарай сағат 10-ға дейін, короче, по плану да, чисто. Андай дым уақытын босқа жібермейді да, ал кейбір адамдар болады, жоспар құрып алады да, сосын шаршатып жіберді ғой, істегім келмей тұр, түріне қарап уже шаршап қалады ана жоспарын ше. Сондай болып жатады ғой. И бұл жерде бұл нәрсе жалқаулық емес. Бұл бізге бір жалқаубын, мен бір оншен емеспін деп сондай болып көрінеді да, мен іштек істей алмайтырмын, бітіре алмайтырмын деп ше. Но біз келесі жақта, келесі жерде бізде бұл адамдарды бұл жерде андай басқалармен салыстыру ғой. Адамдарды өзің кем санайсың да, басқалар күштеп таңнан кешке дейін жоспар құрып жатыр. Мен неғып жоспар құра алмаймын. Сөйтіп өз-өзін өзгертуге тырысады да. Өзін өзгертуге тырысу ол жаман емес. Бұл жердегі жаман нәрсе өзін кем санау. Басқалардан кем санау, басқалардан ерекше екендігін, немесе өзінің бір табиғатына сай, өзінің табиғатын дұрыс түсінбеуінің кесірінен дұрыс жоспар құра алмайды. Келесі, бұл жерде темперамент деген нәрсе бар. Мына жақта өтіп кетті ғой деймін. Иә, болды, ладно. Келесі. Бізде адамдардың табиғаты бар, темперамент деген нәрсе бар да. Бізде негізі жалпы 4 түрлі темперамент бар, білесіздер, иә? Холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик деп. Андай ғой, қарап тұрсаңыздар, холериктер бір ашуланшақ, неғып көрсетеді да, иә? Сангвиниктер бір күліп жүрген, ахо деп көрінеді. Сосын меланхоликтер бір мұңға кіріп кеткен сияқты, сондай флегматиктер тып-тыныш, өзімен өзі бүйтіп ештеңе істемейді. Андай бір тып-тыныш өзімен өзі жүрген сияқты солай көрінеді. Бұл жерде холериктер деген бар да. Холериктер энергия адамдар, істеу керек, жасау керек, бүйтіп сайын, сөйтіп сайын деп ше, бірден шешім көреді, бірден кейін көреді да, сразу істеп кетеді, сразу әрекет жасап кетеді, әрекетін істейді. Тез шешім қабылдайды, сосын олар лидерлікке бейім болады, адамдарға управлениені жақсы бере алады деген сияқты. Сосын тәуекелден қорықпайды. Ең мықты қасиеті тәуекелден қорықпайды да, басқалары ойланып тұрған кезде холериктер алады да істеп кете салады. Сондай. Бірақ ең онша емес нәрсе шыдамсыз. Енді тәуекелге бел болатын адам шыдамсыз да болады ғой сәл. Сондай болады. Сангвиниктер, олар көбінесе коммуникацияның адамы. Адамдармен жеңіл, тез коммуникация құрып кете алады. Оңай тіл табысады, еще позитивный болып, бәрімен деп сәлем деп жүреді да. Солай. Бірақ оларға андай не тез жалғып кетеді. Былай істеп бастап алады да, сосын қойшы деп тастап кетуі мүмкін да, ол нәрселер тезірек болады сангвиниктерде. Барлығында емес, өз-өзін дұрыстап үйрете алған адамдарда ол өте жақсы қалыптасады, дұрыс қалыптасады. Флегматик, бұлар бізде
тұрақтылықты жақсы көретін адамдар ше. Олар таңнан андай сабырлы, тұрақ, үнсіз, көбінесе интроверттер болады, флегматиктер. Олар асықпайды, бастаған ісін соңына дейін жеткізбейінше бір келесішке көшпейді, нормально жүреді да. И сондай болады. Ал меланхоликтер терең ойланады. Олар көп анализ жасайды. Оверсинкинг осы кісілердікі. Детальдарға, әрбір детальдарға мән береді, әрбір андай шығармашылық болады, бірақ ол детальдарға мән беріп кетеді да. И перфекционизм қатты болады оларда. Бір кішкентай нәрсе қисық тұрып қалса, неге қисық тұр, ай деп андай өз-өзінен ішінен бүйтіп тұрады да, ай деп қиналып тұрады да. Сондай болады оларда. Сосын өз-өздерін қатты сынайды. Мен неғып былай істеп қойдым, былай сөйлеп қойдым, или мынаны түзу істей салуым керек еді деген сияқты нәрселер өте көп болады. Келесі, бізде осы жерден түсінетін шығарсыздар, бір адамның жоспары екіншісіне сай келмейді. Өйткені холерик андайда темппен тез істеймін дейді да, меланхоликта, флегматикта жоспар оған ішпырсыралық көрінеді. Ол флегматик асықпай бірдеңені істеп жатса, немене былжырап тұрсың, тез істеп келесіден көшпейміз ба деп тұрады да, сондай болады. Өнімді болу ең дұрыс жолы андай өзіңнің неңе сай жоспарлау ғой, өзіңнің табиғатыңа сай. Мысалға мен өзім холерикпін сәл, холера сангвиник шығармын, скорее всего, сондай. Сосын келесі, мен қалай жоспарлаймыз? Соны көрдік, сіздер қалай ойлайсыздар? Қалай жоспарлауға болады? Кім қандай жоспармен жүреді? Кемел адамдардың несі ғой, олай көбінесе білесіздер ма, қандай адамдар жоспарлайды? Сангвиниктер мен сангвиниктер көбірек олай жоспарлайды. Андай маңызды істерді бірінші жоспарлап тастайды. Андайдан жоспарлаудың түрі көп, андай неше түрлі. Андай флегматиктерге, холериктерге, сангвиниктерге, андай әркім өзіне ұнайтын жоспарлар құрайды да. Сосын смешанный болады ғой, әрбір темпераменттің смешан араласқан түрлері де болады. Оларға өзіне сай жоспарлар құрып алады да, олар өздеріне ыңғайлы қылып жоспар құрады. Солай. Ал келесіге көшейік, онда қалай жоспарлау керек екендігін. Холериктерге қалай жоспар құру керек болады. Холериктер андай қысқа мерзімді жоспарларды өте күшті жасайды. Олар қалай жасайды? Қысқа мерзімді жоспарларды андай бір аптада ішінде орындау керек басты бір негізгі нені құрастырып алады. Андай осы нәрселерді істеймін дейді. Сол апта бойы сол нәрселерге көңіл бөледі. Солай жасайды. Сосын ол кісілерге спринт қатты андай жарысып, бәсекеге түсіп істейді. Осы жақта отырғандарыңыз ше, білмеймін, 70-80% холериктер, мен солай ойлаймын. Алдында да көрдік қой, тесті асыр, сол кезде де көрдік қой, байқадық қой. Сондай. Сосын бұл кісілерге ең керек нәрсе приоритет қоюда, максимум бір күнде 3 нәрсені жасап бітіру деген сияқты нәрселерге көңіл бөлу ол кісілерге көбірек көмектеседі. Сосын тез шаршап кетеді холериктер. Істі бастап атады, тез шаршап кетеді. Оларға қысқа мерзімді андай да, помодоро бар ғой, сол күшті көмектеседі. Андай 25 минут істейді да, содан кейін тұрып кеткісі келіп тұрады. Мен де мысалы холерик болғанмын, мына презентацияны жасап аттым да, 3 сағатым кетті, 3 сағат жасадым, ойланып, қалай дұрыс болады, адамдарға қайтып жеткіземін деген сияқты. Шаршап кетем, жасап атам, шаршап кетем, тұрып кетем. Сондай бір орында отыра алмай кетеді да олар. Сондай болып кетеді. Оларға сосын ой режимі, ана жерде бір марафондарға неше түрлі нәрселерге қатысып, әйтеуір бірдеңке істеп жүреді. Ана жжт-ның да өзі сол үшін қызық болып жүрген шығар бізге холерик болғаннан кейін. Жоспарлап орындап жасыл алу керек, бәріне қызыл қалмау керек деген нәрселер бізге қызық болғаннан кейін біз осы жжт-да шықпай жүрген сияқтымыз. Сол. Енді келесі бізде сангвиниктерге арналған жоспарлау. Сангвиниктер, олар енді адамдармен коммуникацияны қатты жақсы көреді. Андайда бір өз жалғыз жүре алмайды. Бірдеңке істейін деп атады да, туф деп тұрады. Андай презентация жасайды деп атса, мысалы, қазір мен досымнан сұрақ берейінші, қазір андай сабақтан бір үй жұмысынан береді да, сен қайтып жасап жатсың деп звондап тұратындар болады ғой. Мен былай істеп жатырмын, сен қайтып жасап жатсың деп. Солар ғой, примерно. Сосын олар как всегда достарымен жүреді. Или бір жерге баратын болса да, ана досын ертіп алады, мына досын ертіп алады, ана адаммен бірге барады, мына адаммен бірге барады, сөйтіп жүреді өмірі. Жалғыз жүре алмайды. Сосын эмоцияға көп мән береді, эмоциямен жүреді. Бұл кісілерге өзін қызықтыру керек ше, ең қатты керек нәрсе. Ол кісілер мысалы
адамдар тауып алу керек, өзі орта тауып алу керек. Мысалы, маған да орта өте көп көмектеседі. Мен холера, сангвиник екеуінің арасындамын ба, сондай андай орта құрып алады, сол ортамен бірге жүреді. Сол ортаға не жасап береді, жағдай жасап береді. Сол ортамен бірге жүріп өскенде ол кісілерге пайдалы болады. Сосын комфортный өзіне ұнайтын нәрселерді жан-жағына жинап алады. Мысалға, сабақ оқитын столы күшті болып тұрады. Андай жинақы, реттеліп, бір эстетика қылып па, сондай істеп алады. Сосын өзіне марапат бергенді жақсы көреді. Мысалға, бір үй тапсырмасын орындап болғаннан кейін кино көрем, или болмаса достарыммен қыдыруға барам деген нәрселер ол кісілерге көбірек көмектеседі. Вот сондай. Ал келесі бізде флегматик, флегматиктер бұл кісілерге тұрақты режим керек. Андай таңертеңгі сағат 10:00-ден кешкі сағат 6-ға дейінгі істердің тізімі сағат-сағатымен, уақыт-уақытымен календарда тізіліп тұратын адамдар болады ғой. Сосын тып-тыныш отырып, өзімен өзі жұмысын жасап отыра береді. Ешкіммен сөйлеспей де отыра береді. Сондай адамдар жалықпайды да ғой еще. Сол отыра береді. Сондай адамдар өздері солай жасайды. Осындай нәрселер керек болады. Ол кісілерге ұзақ, тыныш жұмыс жасалады. Ол кісілер сосын дедлайндар ол кісілерге минусым. Андай дедлайнға мән бермей, құры істеп отыра беру мүмкін. Ол кісілерге керек нәрсе дедлайн қойып тастайды. Сол дедлайнға дейін істеу деген нәрсені өздеріне мақсат қылып қойған ол кісілерге пайдалырақ болады екен. Так, келесі меланхолик. Вот меланхоликтер ол кісілер андай нәзіктеу бола ма, сондай эмоционалды тез беріліп кетеді, жалып қалып андай сондай болады. Бұл кісілерге көп андай нагрузка қатты керек емес. Андай аз нәрсе істесе де соған рахмет айтып, андай өз-өзін мақтап қойып сондай болу керек. Мысалға, ол кісілерге көп андай бір кітапта толық бітірем емес, бүгін 5 бетін оқимын. Или бір презентацияны жасау емес, презентацияны толық жасау емес, хотя бір 2 бетін жасап қояйыншы деген нәрселермен сөйтіп андай келеді, ақырындап келу керек та, аз-аздан бастау керек. Көптен бастап кетсе, ол кісілер сразу жоқ болып кетеді. Андай құлап кетеді да, андай көп нәрсе кіріп кетсе, или көп нәрсе істеп қойса. Сосын ол кісілерге көбінесе өз-өздеріне сезімдерін сұрау керек. Мен не сезініп тұрмын? Мен қазір шаршаптым ба, маған үзіліс керек па деген нәрселерді. Рефлексия бар ғой, өз-өзімен ішкі рефлексия, сол кісілер өте көп жасау керек болады. Еще жазу терапиясы, фрирайтинг жасайды ғой. Қыздарға көбінесе эмоциональный ғой, енді қыздар көбінесе фрирайтинг жасайды. Сол нәрсе көп көмектеседі. Осымен менің спичім аяқталды. Так, тоқтаңыздар. Егер ұмытып қорытынды жасай салған, жақсы жоспар, универсальный жоспар емес. Андай ғой, бір жоспар бәріне жарай бермейді никак. Андай өзіңізге жоспар құрудың ең күшті, оптимальны жоспар құрудың өзіңізге сай екенін түсіну үшін, оны просто жасап көру керек. Мысалға, мен өзім қанша 7 сыныптан бастап па, 8 сыныптан бастап па жоспар құра бастадым, күнделік бастап кәдімгідей жазайтынмын. Мен деген күнделікке жазып көрдім. Notion бар ғой, приложение, Notionмен істедім жоспар. Сосын Google календармен жоспар құрып көрдім. Одан кейін қайттан неге келдім, блокнотқа қайтып келдім. Маған сол күшті көмектеседі екен. Сосын мен бүйтем, аптасына жоспар құрып сайын да, аптасына осы нелер істеймін деген сияқты жоспарларын құрып сайын, андай типа vision board сияқты қылып істеп қоямын бір аптаға. Сөйтіп сол vision boardта әр күнге бүйтіп шашып тастаймын. Андай жасау керек тапсырмаларды. Әр күнге шашып тастағаннан кейін сол күндерге жоспарларымды орындап, бүйтіп птичка қойып, банан орындалған сайын өзіме өте көп көмектеседі да. Маған ең бір жоспарлаудың бір несі есеп беру, өз-өзіңе есеп беру ғой. Андай мен не бітірдім, не істедім, пайдалы болдым ба, жоқ па деген сұрақтарға жауап беру, ол біздегі ең бір маңызды нәрселер екен. Сосын Батима Донованың сұрақтары кімнің есінде? Спикер болып келген кісі ше. Андай ғой, өзің темпіңе қарай жүр деп, ол кісі соны айтады ғой, по сути деп. Вот сол нәрсе өте күшті негізі. Андай өз-өзіңе сұрақ қоясың, мен осы жақта не бітірдім, не нәрсе маған шабыт берді, не нәрсе мені қинады, и мен нені жақсарта аламын деген сұрақтарды, сол сұрақтарды өздеріңізге қойсаңыздар өте күшті негізі. Мен соны ай сайын өзімнің жоспарымда пайдалануды сол Батима Донованың спичінен кейін бастадым. Вот соны пайдаланып көріңіздер, если что. Сосын көріңіздер, любой жоспарларды көріңіздер, жоспарлап. Сосын андай ғой, бір жерден жақсы бір жоспардың түріп көресіздер ғой, соны пайдаланып көріңіздер. Мен істесем істей аламын екен деген сияқты. Солай жоспарлап көрген сайын өзіңізге тура өзіңізге керек жоспарды тауып аласыз. Флегматик.
флегматиктар олар андай ғой, просто жоспар құрады, таңертең рутинамен ғана жүретін адамдар ғой. Андай қатты активный, қатты агрессивный жоспарлар, андай спонтанность деген нәрселерді өте қатты жек көреді. И олар просто так алдын ала жоспарлау керек күнін. Мысалға сіз бір күн бұрын или 2 күн бұрын жоспарыңызды жасап қоясыз да, таңнан кешке дейін сол жоспармен жүресіз, сосын кешке қарай есеп бересіз, сондай. Вот, сондай болады олар. Не ғой? Андай ғой, бейімделгіш адаптационный адамдар да болады да, адамдарға бейімделе алады. Мысалға, холерик, андай адам өзі шаршайды, әртүрлі фазаларда болады, әсіресе қыз балаларға өте көп не әртүрлі ғой, әр кезеңде әртүрлі жоспар керек болады, ондай кездері. Сондай, ал енді ер адамдарға тұрақты бір өзінің бір типі болады, сонымен жүре береді таңнан кешке дейін деген сияқты. Вот сондай. Иә, андай ғой, қыз балаларда иә, мүмкін. Бізде енді цикл ғой, бізде цикл болғаннан кейін солай бола береді. Сондай. Иә. Иә, бар. Алдына мен жібердім, Айзенка деген тест бар. Все. Смешный ғой, аралас. Ау? Иә, аралас болады. Жоқ, көбінесе андай базовый доминантность көрсетеді ше? Иә. Иә. Но в целом сіздің доминантный неңізді көрсетеді да? Андай көбінесе осындай сіз деген сияқты. Тағы сізде? Иә. Мысалға бір адамның бойында осы 4 жаңа типтің әр определенный бір кусогынан қасиеттері болуы мүмкін ба? Иә. Сол адам әртүрлі смешанный болады. Әр адамды бір неге байлап қоюға болмайды, мүлде ше. Ана MBTI, Gallup деген нәрселер бар ғой. Тесттер бар. Иә, бар, бірақ адам бәрібір әртүрлі болады. Андай Сол бір мезетте 4 неден де қасиеттерін алуы мүмкін ба? Бір мезетте. бір мезетте ма? Негізі өз настроение болмаса. Но в целом андай өмір сүру стилі ғой бұл жерде адамның бір оқиғаға реакциясы ғой. Бұл, иә. Иә. Так, нақты оқын қойыңыз, иә. Аха. Иә. Иә. Өзіңіз темпераментіңізді просто сіз олай етсеңіз, шаршап қаласыз просто. Қатты шаршатады ондай нәрсе. Өзіңіздің темпераментіңізге қарсы нәрсе істеңіз. Мысалға мен андай холерикпін да, сәл тыныш отырып бір нәрсені күні бойы бірдеңкемен айналысу мен үшін өте қиын. Мен деген 6 ай бойы аналитик болып жұмыс істедім компьютердің алдында ше. Таңнан кешке дейін, таң сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін компьютердің алдына отыру мені андай шаршатты. Мен депрессия болып кете жаздадым, реально айтайын. Сондай болады өзі. Өзіңіз шаршап жүреді да, ондай кезде сіз өзіңіздің неңізге, темпераментіңізге қарай демалыс түрлерін қарастыру керек болады. Сіз өзіңізге қарай өзіңіздің неңізді тыныштандыратын демалыс түрлерін пайдалансаңыз сізге не болады. Бірақ енді темпераментке сай жұмыста болсаңыз, сіз ол жұмысыңыз демалыс сияқты болады да. Андай қатты шаршатпайды сізді, бурноут болмайсыз. Өзім сондаймын ғой деген сияқты қашу сияқты ма? Иә. Ну, просто өзіңізге сол нәрсеңізді ақысын беретін, сол табиғатыңыздың ақысын беретін істерді істеу ғой, демалыс қау. Иә.